Шуақты көктемнің алғашқы күнін көптеген қазақстандықтар рахмет, алғысымды білдіремін деген ізгі ниетті сөздермен бастайды. Өйткені 1 наурызда біздің еліміздің маңайына нұрын шашқан ақ пейілді жарқын мереке алғыс айту күні атап өтіледі. День благодарности появился на нашем календаре с 2016 года. Можно сказать, что он стал отражением многих исторических событий, которые пережил Казахстан за последние столетия. Қазақ жеріне келген барлық қоныс аударушылар үшін Қазақстан туған жеріне айналды. Бүгінгі таңда тұрғындардың құрамында көптеген этникалық орыстар, өзбектер, украиндар, татарлар және де басқа да халықтардың өкілдері бар. Сейчас только в нашей области проживают представители десятков этносов, 15 конфессий. И для всех них Казахстан – родной дом. Массовая депортация корейцев началась в 1937 году по постановлению Совета народных комиссаров, тогда это был Совет народных комиссаров, буквально за несколько дней получили приказ и всех корейцев даже не дали возможность собраться, вот в эти эшелоны загрузили и отправили сюда. И причем отправляли в наиболее отдаленные регионы от Владивостока. Мало того, когда приехали сюда, естественно, их селили, как правило, в такие в сельские районы. Но корейцы начали заниматься овощеводством, приспосабливались к новым условиям проживания. Мало того, в этом очень сильно помогали казахи, которые действительно гостеприимно, с большим радушием приняли корейцев, помогали им во всем. Поэтому корейцы, наверное, благодаря этому все-таки смогли выжить, работать с достоинством, жить. Главным условием для переселения была возможность ведения сельскохозяйственной деятельности на этой территории. А в конце 20-х годов и начало 30-х годов было массовое переселение немецких семей в Карагандинскую область. Представители немецкого общества Шарф Иван Иванович, как он рассказывает, что его, значит, аксакал, говорит, снял с себя шубу, тулуп, накрыл его тулупом, везли по морозу сами. Вот. И обогрели, и накормили, как говорится, что было, делились и хлеба, и одежды. Действительно, так оно было. Я хотела выразить свою благодарность казахам. У меня много друзей, кстати, казахов. Наших родителей в 1944 году, 23 февраля, всех в один момент за одни сутки погрузили в товарные вагоны и выслали сюда, в Казахстан. Ехали в вагонах, в которых 30 с лишним человек, вагоны были, конечно, не обыкновенные, в которых люди ездят, а вагоны были, которые скот возят, вагоны. И там набивали по 50, по 60 человек, а то и более. Женщины, дети, старики. Ну, конечно, жили тяжко, что там говорить. Голод, холод, это всем было, война же. Местное население тоже, скажем так, не шиковали. Тоже очень бедно, очень тяжело жили. Но как могли, помогали, конечно. Мы, правда, вот остались и до сих пор здесь живем. Но она наша родина. Она, конечно, родилась. Я здесь родился. Я здесь учился, здесь женился, здесь мои дети учатся и женились и живут. Мои внуки будут здесь жить. День благодарности, который вот отмечается, это, конечно, в первую очередь благодарность казахскому народу, потом остальным, которые здесь живут, народности, люди. Мы дружно живем, дружно жили, и даст Аллах, и дальше вот так и будем дружно жить. Алғыс айту күні 1 наурызда тойланады. Өйткені тәуелсіз Қазақстан Республикасында 1995 жылғы 1 наурызда президент жанындағы консультативтік кеңесші орган ретінде Қазақстан Халқы Ассамблеясы құрылған болатын. 2016 жылы құрылған жаңа мереке осы күнге ойластырылған. Бүгінде Қазақстан Халқы Ассамблеясы үшін этно-мәдени бірлестіктердің барлық мүшелері үшін бұл мереке ерекше мәнге ие, ерекше мейірімге тола. 29 жыл бойы ассамблея өзінің өміршеңдігін дәлелдеп, әр аймақта мемлекетіміздің өркендеуіне қызмет жасап келеді. Ол достық пен бірліктің қоғамдық келісімнің институтына айналды. Осы жылдары елімізде бірліктің қазақстандық моделі қалыптасты. Жарасымды
келісімді өмір сүру үлгісі көп елдерге паш етілді. Қазіргі уақытта Қазақстан Халқы Ассамблеясының төрағасы болып еліміздің президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев сайланған болатын. Осындай ерекше бірегей ұйымның өсіп дамуына біздер, ардагерлер, куә болдық десем артық болмас. Ассамблея саясында көптеген адамдар белсенділікке, қоғамдық жұмысқа қатысуға үйренді, қайырымдылыққа үйренді. Осы күнге орай облыстық ассамблеяға кезінде көмек көрсетіп, басы қасында болып, ақыл кеңес берген ардагерлеріміз болған. Ел ағалары, облыстың құрметті азаматтары Досмағамбетов Сұлтан Қапарұлы, Аманбаев Қали Әлібекұлы және этномәдени бірлестіктердің бірінші ұйымдастырушылары. Соларды бүгінгі күндері еске алып, облыстық ассамблеяның тарихында ұмытылмайтындығын айтқанды жөн көріп отырмын. Ассамблея активін ассамблея құрылған күнімен шын жүректен құттықтаймын. Істеріне береке, табыс тілеймін. Баршаңызға алғысымыз шексіз. Бүгінгі таңда алғыс айту күні көп этносты еліміздің халықтары арасындағы достықтың, мейірімділік пен келісімнің ғана көрінісі емес. Бұл күні еліміздің барлық тұрғындары бір-біріне игі істері мен көмегіне қолдау білдіру мен уақытылы берген кеңесіне және жоғары кәсібилік үшін ізгі ниеттерін білдіріп, алғыстарын айтады. Алғыс айту күнімен қазақстандықтарды құттықтаймын. Оның ішінде шахтерларға, құтқарушыларға алғыс білдіремін. В честь Дня благодарности хочу выразить и сказать спасибо спасателям за их нелегкий труд. Мен алғысымды білімнәр мен сусындатқан мұғалімдерге айтқым келеді. Барша қарағандылықтарды алғыс айту күнімен құттықтаймын. Өз алғысымды спорт саласындағы мамандарға білдіремін. В честь Дня благодарности я хочу поблагодарить наших волонтеров, которые делают вклад в развитие нашего города. Елімді жақсы көремін, Қазақстанды жақсы көремін, бәріне алғыс айтам. Анасыма, әкеме алғыс айтам. Жаса Қазақстан, мен отаным Қазақстан, мен сені жақсы көрем Қазақстан. Қазақстан саған мың алғыс, әкемді жақсы көрем, рахмет. Қазақстан, мен сені сүйемін, рахмет саған. Қазақ елі мың алғыс.